Бүгін праймеризде дауыс берудің 3-ші күні Нұр Отан партиясының мүшелері өзі таңдаған үміткерді қашықтан қолдау үшін праймериз KZ сайтына кіреді, немесе арнайы мобильді қосымшаның мүмкіндігін пайдаланады. Ал интернеті жоқ елді мекендердің тұрғындары мен егде жастағы адамдар үшін сайлау учаскелері жасақталған екен. Сарыағаш қаласы бойынша сайлау учаскесі мәдениет үйіне орнатылды. Дауыс беру орталығы санитарлық талаптарға сай жасақталған. Яғни кіреберісте мейірбике алдымен сайлаушылардың қызуын тексеріп, маска, антисептик ұсынады. Одан бөлек дауыс берушілерге ыңғайлы болу үшін арнайы нұсқаулық, праймеризге қатысушылардың тізімі мен интернетке қосылған 6 компьютер жұмыс істеп тұр. Сайлау барысын қадағалап отырған есеп комиссиясы қаладағы сайлаушылардың статистикасымен бөлісті. Мен енді сол партияның мүшесі ретінде өзімнің қалауымды жасадым. Енді елімізде отырған осы тірлікке өзімнің көзқарасын білдіруге келдім. Мынау сайланып жатқан азаматтар болмаса, осы үміткерлердің арасынан мынау елдің тірлігін, мемлекеттің тірлігін, өз тірлігінен жоғары қоятын азаматтар болады деп өзім ойлаймын. Сондықтан да барлық түсіп жатқан азаматтарға мен түрлі жақсылық тілеймін. Тек үздік азаматтар жеңсін. Дауыс беру кезеңі бойынша елде Түркістан облысы белсенділік танытуда. Әсіресе Сарыағаш, Келес, Түлкібас аудандарының сайлаушылары көш бастап тұр. Партия мүшелері 1 қазан түнгі 00-ден бастап өз таңдауларын жасауға кірісіп кеткен. Дауыс беруге сайлау учаскесіне келген азаматтар праймеризге қатысты пікір білдірді. Сарыағаш қаласы бойынша Нұр Отан партиясының мүшелері саны 1201. Оның 1-2 қазан күндері 1170 адам өз үйінде, жұмыс орнында, басқа жерлерде дауыс берді. Яғни 97%. Содан 31 адам қалған дауыс берілмеген. Түсінбеген, білмеген адамдар бүгін осы мәдениет үйіндегі сайлау учаскесіне келіп дауыс беріп жатыр. Праймеризге қатысушылардың үгіт-насихат жұмыстары бүгін, яғни 3 қазан күнгі сағат 14:00-де аяқталды. Дауыс беру кезеңі де осы уақытта бітуі тиіс болатын. Алайда сайттағы техникалық ақауларға байланысты онлайн дауыс беру мерзімі тура 1 тәулікке, 4 қазан күнгі сағат 14:00-ге дейін ұзартылды. Балнұр Зұпарбекқызы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.